Мұса дейді. Сол бір ұшқыш жігіттің ұшқынын оята алмадық қой шіркін ай. Санжар дейді. Санжар мүлдем басқа әлемде отырған сияқты. Керек емес, жоқ, мен емес деп. Ұлбосын билегісі кеп жатыр ортаға шығып. Ал мен айтайын, үміткердің таңдауы Али Нұртас осы жолы Бексұлтан. Бүгін ерекше өзгеше болып тұрсың. Көңіл-күй жақсы, енді жайықтың несінен кейін, еділдің несінен кейін кішкене түсіп кетті шынымен. Бірақ басынан бастап... Сен кімді қолдайсың? Жалпы кімдікі дұрыс деп ойлайсың? Жалпы негізі бұл жерде мен екеуінің арасына түскім келмейді, бірақ менің ойымша жайықтікі дұрыс. Еділ шынымен өз-өзінің кейде ұстай алмай қалады. Байқаймыз ғой, қанша рет адамды айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп. Өзгерем дейді. Оны өзгерту енді әрине мына жерде бізді тыңдамай өзін бауыр айтып отыр жақын. Ертең бірдеңе осы бауыр жауап береді. Ертең көмектесетін де осы бауыр, жалғыз қалса да осы бауыр. Сондықтан Еділдің өзі ойланып көре сөйлесер жаңағы. Жеке сөйлесер өздері. Ақылыңнан айналдық, ал енді үміткерді ортаға шақырамыз ба? Ал Бексұлтанның үміткері ортаға келсін, танысамыз. Вау. You can feel it dance, деймін. Бәрін Дианахан біртүрлі қарадыңызға, что-то қорқып кеткенсің ғой. Жоқ, барлығы дұрыс. Танысайық, қош келдіңіз. Саламатсыз. Есіміңіз кім? Мадина. Мадина, ал жасыңыз? 22. 22-де немен айналысасыз, Мадина? Сотрудник банк қызметкері. Түсінікті. Қай жақтың тумасы? Атырау қаласының тумасы. Атырау? Алматыда жұмыс жасайсыз? Иә, оқып жұмыс істеп қалып қойдым. Түсінікті. Ал енді отбасыңыз Атырауда, өзіңіз осы Алматыдасыз? Иә. Тамаша, неге біздің Бексұлтан? Как сказать? То, что қыздарды құрметтейді и ұзын, наверное. То, что внешность... Сырт келбетіне қызықтыңыз? Түсінікті. Ата-анаңыздың хабары бар ма деген бірінші сұрақ? Жоқ? Ешкім білмейді, білсе, сізге ұсады, білмеймін. Ешкім білмейді. Ертең қарсы болып қалмай ма? Ертең қарсы болып қалмай ма? Ертең уже поздно болады ғой деген ба? Мен шығып қойдым ғой деңізші. Иә, ол кезде кішкене уже басқаша ұсады ғой енді. Ол кісілер Атырауда? Сіз кіммен тұрасыз Алматыда? Құрбыларыңызбен. Түсінікті, ал Бексұлтан сұрақтарды қойсаң? Мадина. Мадина есімде. Өте керемет есім, өйткені өзім үлкен әпкемнің есімі Мадина. Тамаша. Қош келдіңіз. Неге кішкене не ау деймін, орысша жағына қазақшаға шолақтаусыз ау деймін. Шорқақ, шолақтау дейді ғой біз жақта енді. Иә, жалпы сол. Жоқ, мен қазақстан негізінде былай жақсы, батыс елдің тумасы болғандықтан, просто қасымда енді соңғы 2 жыл орысша сөйлейтін қыздар бірге тұратын болғасын, жұмыс жасайтын болғасын, үйреніп кетті да, тілім кішкене сол жаққа. Дұрыс. Жалпы сұрайын дегенім, немен айналысасыз бос уақытыңызда бірінші? Өзіңіздің бос уақытыңызда хоббиіңіз бар ма? Жалпы осындай бос уақытта мен былай тауға шығам дейтіндер бар мысалы, жеке таза ауада серуендеп қайтатындар. Шынында деймін бе? Ұйықтаймын? Нет, отличный, не жоқ, прям кедім. То, что үйдің шаруасы, жұмыс, үй, жұмыс, сол. Да, ондай бір аса хобби жоқ, қызығам, андай биге қызық. Бұрын қызыққанмын, қол өнеріне. Басым жастыққа тисе ұйықтаймын дейсіз ғой, е? Иә, шындай. Менде де бар. Біздің Жанаттың осындай бір хоббиі бар, өзінің сүйіктісі. Иә, ұйықтағанды жақсы көрем деп. Одан кейін бағана айтып отырмын ғой, мен де бывшая сотрудница банка. И банкта жұмыс істейтіндер өз негіз солай енді қиындау ғой жұмыс. Иә, өте қиын. Сондықтан ұйықтауға тура келеді енді.
Осы Диана ханым осы моментті пайдаланып мен бір осы 7 ай отырып өмірімде осы жерде отырып бір адамды да құттықтап көрмеппін да. Бүгін менің папамның туған сестрасы Роз тәте осы эфирге алдында бір 2 рет хабарласқан. 60 жасқа толып жатыр. Соны Роз тәтені құттықтағым келеді. Дені сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз. Тек қана жақсылық болып біздің алдымызда осылай күліп ойнап жүре беріңіз. Немерелеріңіз көп болсын. Айтқаныңыз келсін, Жанат, біз де құттықтаймыз. Ал Бексұлтан, сұрақтарыңды жалғастырсаң, банк мәселесін шешіп алдық қойыңыз. Рахмет, осы Жанат сөйлесе қорқатын болдым. Мен бұрын бүйтіп істеп кеткем, ана жерде бүйтіп кеттім, ана жерде сөйтіп кеттім. Бірақ ризамын әйтеуір. Тағы да сұрақ қояйын деп едім. Жалпы соңғы отношенияңыз қашан болды негізі? Февраль месяц. Ақпан айы. Ақпан айы. Жалпы не үшін тоқтады негізі? Сіз жақтан ба, может жігіт жақтан ба деген сияқты? Может мінезіңіз бар ма? Мінезім бар, қырсықпын. Өзіңізді ұнатпайтын өзіңіздің мінезіңізді айтып беріңізші маған. Қырсық сосын? Адамға тез бауыр басып, тез суып кететін мандай болады ғой. Бір қылықтан кейін уже ұнамай қалады. И даже сөйлескім келмей қалады ол адаммен. Везде блокқа салып тастап отырады болды. Жалпы былай ғой сосын сұрайын деген батыс жақта оңтүстіктің жігіттеріне көбінесе ата-ана қарсы болады негізі. Сіздер жақта жалпы қалай? Жоқ, негізі кейбір мен өтірік айтпайын енді. Бұрындары сондай батыс жақтың достарымызбен араласқан кезде сондай бір Шымкенттің, Тараздың жігіттері деп бөлінен бар болғанда негізі. Соны сұрайын деген негізі сізде. Былай негізі ондайға қарсылық жоқ па? Мүлдем? Салт дәстүр дегенге қалайсыздар? Негізі қауымда қатысы ғой, енді уже ондай деген сұрақ ондай болмапты отбасымызда. Былай отбасыңызбен салт дәстүр ұстанасыздар, қазақи? Иә, әрине. Не ол біртүрлі болып қалдық қой әйтеуір. Неге? Бәрі жыбырлап кетті ғой. Жоқ. Қатысушылардың бәрі әйтеуір. Сұрақ қойғысы келіп отырған шығар? Сұрақ болса сұрақ қойыңдаршы. Сұрақ болса сұрақ қойыңдаршы Бексұлтанға Мұса. Мадина, сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Жалпы ата-анаңыз білмейді, мұнда келгеніңізді? Иә, білмейді. Жігітті де танымайды, бұл эфирді көрмейді? Көрмейтін шығар, нәжи. Егер сіз қаншалықты ата-анаңыздың көрсетуімен жүресіз жалпы, жолымен, айтқанымен, қаншалық тыңдайсыз жалпы? Білмеймін, кәдімгідей қыз бала қалай тыңдайды, кешесін дәл солай білмеймін. Егерде сіз ертең жұп болып жатсаңыз, мысалы, Бексұлтанды үйіңіздегілер жалпы қарсы болса, ол жігіт туралы айтса, сіз кімді тыңдайсыз? Өзіңіз сезіміңізді ма, жоқ әлде әке-шешеңіздің айтқанын ба? Олар қарсы болмайды. Әр ата-ана өзінің баласының бақытына қарайды ғой, енді ондай. Сұрасам бола ма? Үйлеріңізде қаншасыздар? 2. Сіз және? Ағам. Ансор, иә. Сол. Бауыржан, Бауыржан эфирдің соңына қарай оянды. Құрметті қатысушылар, қошеметтеріңіз болсыншы. Бауыржанның өзі сұрақ қояйын деп жатыр Бексұлтанға. Ал тыңдаймыз. Мадина, қош келдіңіз. Менде мынандай сұрақ, егер де алдағы уақытта сіздерде барлығы жақсы болып, үйленетіндей жағдай болып жатса, Бексұлтанның фамилиясын ауысуға қалай қарайсыз? Қарсы емеспін. Дайынсыз. Рахмет, Бауыржан, өте кәдімгі оңай болады ғой деген ғой. Иә, келесі сұрақ қоятын бізде Санжар, бірақ біз әуелі сырласу бөлмесіндегі Даринаны және Айдын мырзаны шақырайық. Қандай шешімге келді екен білейік. Барлығын үлгерет, үміткерді барып көріп кел, Бексұлтанға эмоциясын айтып үлгерді әйтеуір. Айдынмен отырдық, сөйлестік. Но, қалай десем, бір дүниені білдім. Бірақ та қандай дүние? Қаншалықты сол рас емес. Оған да қарамастан кездесейік, сөйлесейік. Мәссаған. Но надеюсь, ты не врешь, и кішкене шок болып тұрмын. Бірақ барлығы жақсы. Жалғасады ғой?
бірақ интригадан енді шынымен жібереді екенсің, Арина. Жоқ, Диана ханым, просто я реально в шоке, я просто лучше узнаю. На самом деле, правда, неправда, а потом... Толық зерттеп көзің жеткеннен кейін бізге айтасың. Дәлелдеп, тауып, факты әкеліп. Бірақ танысық жалғасады. Айдын мырза, құттықтаймыз. Бүгін кешкі кездесу орын алсын, одан кейін ертең сіздерді осы эфирде күтеміз. Рахмет, шығарып саламыз. Санжарда сұрақ. Қош келдіңіз. Мен мынандай бір сұрақ қойын деп едім. Төркін жағыңызға қалай қарайсыз? Жиі барып тұруға қарсысыз ба, әлде оны дұрыс көресіз бе? Және де Бексұлтан саған да сондай сұрақ. Қалай жиі жіберіп тұрасың ба, әлде қыз жаңағы сендерге келгеннен кейін сендерде болу керек деген сияқты қағидадасың ба? Жауап беріңіз бе? Мен ба? Сізге де. Білмеймін, енді үйіме барғым келеді ғой, енді үйдегілер кіргізсе. Үйдегілер кіргізсе. Қызық екен, қызық. Жалпы саған қызық шығар, қандай жұмбақ ару шымылдықтың арғы бетінде отырғаны, е? Мүмкін шымылдықты ашып I love you baby'ден жібереміз? Давайте. Ал, кеттік онда. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме жексенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Кешірші бізді сол үшін Бексұлтан. Ал енді менің бірінші сұрағым, сізге енді Бексұлтанға білдірмес үшін қоймадым. Неге бетперде? Маска. Үйдегілер шынымды айтсам, ешкім білмейді келгенімді. И бізде қорқам, сама деп ойлаптым, бірінші рейспен ауылға деп. Сіздің шын есіміңіз Мадина? Жоқ. Енді? Келесі эфирде айтсам бола ма? Мәссаған. Ешімді дайындап қойыншы заранее. Күлпәш десең. Ақырышып күл. Қолтық шаш. Ауыр енді мынау енді. Ешкім. Егер де мысалы мақұл білді да, осылай ата-анасы қарсы болса, сіз қалай болады? Мысалы бізде бәрі жақсы. Олар қарсы болады деп ойламаймын, шынымды айтсам. Олар менің бақытыма қарсы болады деп ойламасаңыз, онда сіз бетпердесіз келетін едіңіз ғой. Дайындаған жоқпын мен ол кісілерді әлі. Дайындауыңызға не кедергі болды? Неге алдын ала ескертпедіңіз? Бәрібір сіздің дауысыңыздан менің ойымша әр ата-ана өзінің баласын танып қояды. Может, қарамайтын шығар. Жеткізетін адамдар табылады деп ойлайсыз ба? Өзім айтқан жүргенмін кішкенеден кейін. Ол поздно болады ғой дегенде, ал қазір есіме заранее айтқан кезде ол бармай-ақ қой деп айтатын еді. Бір рет деме айтқанмын негізінде. Әлем қылмаш бізді деген. Не істемеші? Әлем қылмаш бізді деп айтқан. Ал жарайды, ертең, мысалы сіздер бүгін кездесесіздер, ертең қайтадан эфирге шығуларыңыз керек. Сол кезде қайтадан бетпердемен шығасыз? Жоқ, ол кезде уже айтам ғой, түсіндіріп, солай болып қалды деп. Просто ол егер ертең дәл осылай айтатын болсаңыз, бүгін шеше салу керек еді, масын, иә? Бәріне де жақсы болатын еді, ертең қобалжымай келесіз. Соны бәрі сөйтіп ойлап жатыр да. Бәрібір сіз қазір тікелей эфирге шығып қойдыңыз. Бексұлтанның да сөзінің жаны бар. Барлығы біліп отыр, көріп отыр, естіп отыр. Біздің көрермендер өте көп, тіпті ата-анаңыз қарамаса да ата-анаңызға жеткізетін адамдар табылады, және қазір ата-анаңыз көріп те отырған шығар. Сізге ұялы телефоныңызға хабарласып. Жоқ, мен өзім шынымды айтсам, ата-анам айтпай бірінші рет андай шаг жасаптым да, мен үшін бұның өзі үлкен не, мен өзім әрең отырмын, қазір кетіп қалуға дайын тұрмын, даже қорыққаннан дірілдеп жатқаннан. Сондықтан келесі жолы мүмкін уже более-менее болады, жақсы болады дейін. Мен сыртта адамдармен уже сөйлесіп, кішкене жақсы болып қалдым да, ада етіп қышып кеткім келіп отырған. Енді шынымен де ертең беташар болатын шығар, егер ата-анаңызға барлығын түсіндірсеңіз, егер олар рұқсатын берсе, иә? Мұса?
Санжар қоямын дейді мысалы үшін. Жоқ, ешкім үшін қойын деп отырған жоқ. Диана ханым негізі. Просто бәрімізге қызық болып отыр да, Бексұлтан жас мәселесі саған маңызды ма? Менің білуімше қыз сенен үлкен сияқты негізі, Иә. Сіз 22-демін дедіңіз. 22-демін, потом мен білген жоқпын бұл кісі, то, что 21-де. Эфирден көргенде үлкен болып көрінді, мәз болып отырсам, именно жаққа келгенде жасы кішкентай деді, вообще жүрегім тоқтап қалды. Жалпы сіздің келуіңіз бір кәдімгідей хикая болған ғой. Иә, мен бір ай ойландым ғой. 22-де емессің, жасты екенбіз ғой. Жасты, иә? Жас емеспіз ғой, кішкене. Қай жыл? Қай жыл? 98. Ой, құрдас екенбіз ғой. Құрдас? Түйе құрдас. Ақ құрдас. Мен түсінбедім да, бір қандай шынымен мынандай ой қалыптасып қалды да, қазір сіз айттыңыз да, мен жасым 22-де, 98 жылғымын. Санжарға жас мәселесі келетін болса, мен айтқам, өзімнен 1-2 жас төмен, өзімнен үлкен болатын болса, 1-2 жас үлкен болды. Ондай бір аса бір қатты үлкен бір жасқа қарамаймын, бір үлкен айттым 28 жас деген сияқты. Но бірақ сіздің келіп мына жерде қазір бір райынан қайтып қалдыңыз ба, сіз маған келіп? Жас мәселесі ол шынымды айтсам бар ғой. Мен ойланып қалғам. Енді білмеймін, енді көремін сөйлесіп қалай. Бірге жасты ғой. Екеулерің бірге жасты емессіңдер ме? Жас емеспіз ғой. Жоқ, 98 болып тұр ғой. Мен негізінде 1-2 жас үлкен болған қалай едім. Мен сөйтіп ойладым, сөйлеген сөзіне андай бұл. Жоқ, жаста тұрған не бәле бар? Енді жоқ түсінбеймін. Бірінші опыт қалай айтсам болады. Мен мысалы, мен маған көбісі негізі Диана ханым үлкен жас береді негізі. Маған 95. Түріміз сондай, бірақ мен 22-демін деші. Түрім 30 береді ғой дейді, былай негізі жаспыз ғой, 22-деміз ғой. 21-де. Айтқан 21-де. Жақында ғана 22-де толды. Мен 21-де деп айттым ма? Сіздер жастысыздар, уайымдамаңыз. Определитесь десең. Сізге отырмын. Просто сізде ар жақта 21-ге деп айтқан шығар, күтіп алған адамдар. Жоқ, мысалы Санжар үшін сұрақ қоямын дейді енді. Жоқ, бұл жерде біреу үшін емес. Жалпы, Мадина қызға мен таңғалып отырмын да. Адамның өз ұнатып келгеннен кейін жас мәселесіне қатты қарайды екенсіз, неге толықтай зерттемедіңіз, бір ай ойланыпсыз, тем более маскамен шығып отырсыз. Мен сізге түсінбей отырмын жалпы ана жердегі. Неге зерттемедім? Мен неден қараған кезде, Инстаграм желісін сіздер қарай 22 жазылып тұрды. Мен ойладым жақсы деп. Енді как ол жас мәселесіне қарай, мен шынымен де үлкен все-таки қыз бала болғасын. Мен ойладым, что үлкен өзімнен үлкенмін деп ойладым. Мадина, я болмаса білмеймін, шын есіміңіз кім? Күлпәш. Мұса қош. Сіздерді сырласу бөлмесіне шығарып салғанымыз жөн шығар, бірақ ертең сізге бірден айтайын, бетпердемен шығуға рұқсат жоқ. Өйткені басқа үміткерлерге қарағанда бұл бір әділетсіздік болады, иә? Сондықтан сіздер дәл қазір сырласу бөлмесіне, егер Бексұлтан оны қаласа, шығарып саламыз. Ал кеттік. Шынымен де бір құпия қыз болды. Рамазан арт жаққа қарап қояды, бірақ арт жаққа қарама, Рома алдыға қарайды, өйткені ортаға шығатын бізде Рамазан мен Кармела және кешегі. Дарина, мүмкін мен сөйлеп жатқан шығар мына жерде, иә? Әлде шыққың